Қалайсыздар, Алтын Доп каналының тұрақты көрермендері. Алдағы опростың әңгімесін айта кетейін. Ең бірінші, бұл каналдың басты мақсаты жаңа жаңалықтарды жеткізіп отыру. Ал гол, пас, финт, сейф деген видеоларды сала берсек, бұл каналдың не болып кеткенін ұқпай қалайын деп тұрмыз. Сондықтан да басты мақсатта қала берейік, тек қана жаңалықтар шығарайық деген шешімге келдім. 5-6 жаңалықтан кейін бір осындай гол анау деген сияқты видеоларды салып отыратын боламыз. Ең бірінші, әрине уәде еткендей, Неймар мен Салахтың видеосын саламыз. Сосын ары қарай жаймен көре жатармыз. Арасында 5-6 жаңалықтан кейін бір осындай бөлек футболға қатысты видеолар шығарып отыратын боламыз. Солай келсек, солай сіздерге де дұрыс шығар деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі жаңалықтардың анонсын айта кетейік. Гвардиола ұлттық құраманы баптағысы келеді. Интер Шахтердің жұлдызын алмақшы. Ал Депай Барсадан кетеді. Рангник Манчестер Юнайтедтің ресми түрде бас бапкері болды. Манчестер Юнайтед Реалдың 2 ойыншысын алғысы келеді. Ал олай болса, назарларыңызға бүгінгі жаңалықтарды ұсынайық. Сіздер ең бастысы каналға жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Кеттік. Хосе Гвардиола Ситимен келісім-шарт аяқталғаннан кейін Испания ұлттық құрамасын баптағысы келетінін айтты. АПЛда клубпен келісім-шарт бітсе, ұлттық құраманы баптағысы келетін болған ба бәрі? Сулшерді осылай жасағалы жатыр деп естідік. Норвегияны баптайды екен. Егер ұлттық құраманы баптамайтын болсам, Англияда қалсам, онда тек Манчестер Ситиді ғана баптаймын. Мен Манчестер Ситимен барынша ұзақ жұмыс жасағым келеді. Бұл мемлекетте басқа клубты баптағым келмейді, дейді Хосе Пеп Гвардиола. Симеон Инзаги қапталдағы қорғаушыға көңілі толмауда. Қазір Интер жаңа қорғаушы қарастыруда және оны тапқанда. Тәрізді, Интер оң жақ қапталға Шахтердің жұлдызын алмақшы. Ол талантты ойыншы, жылдам ойыншы Додо басты ойыншылардың бірі Шахтерда, ал Шахтер оны арзанға бере қоймайды. Шахтер 25 миллион еуро сұрап отыр, ал Интер үшін бұл көп ақша емес. Екі жақ келісімге келетін сияқты, қорғаушының өзде жоғары деңгейдегі клубта ойнағысы келеді екен. Сондықтан жақын арада осы қысқы трансферде Додо Интерге келуі әбден мүмкін. Мемфис Депай ойына болған сияқты. Барсадан кеткісі келеді екен, бұл клубта өзіне деген сенімділігін жоғалтыптымыз. Депайды осында алып келген жерлесі де кетіп қалды. Куман сені қатырам деп сөзде беріп қойған шығар. Қазір ол да жоқ. Тодо Фичехес басылымының айтуынша, Барсадағы өміріне Депайдың көңілі толмайды. Барсалықтардың да Депайдың соңғы ойындарына көңілі толып жүрген жоқ. Сондықтан Депаймен маусым біткен соң қош айтысуы мүмкін. Депайға қазіргі таңда қызығып отырған клубтар олар Рома және Тоттенхэм. Орындалды. Манчестер Юнайтед ресми хабарлады. Ральф Рангник Манчестер Юнайтедтің бас бапкері атанды. Осы маусымның соңына дейін. Ал енді Рангник бапкерлік қызметінде нелер алға жылжуы мүмкін Манчестер Юнайтедте? Неміс алдағы 6 айда ойыншыларға жеке және командалық ойында күш қосамын деп отыр. Мен өте қуаныштымын. Осы маусымның өзінде жақсы жетістіктерге жете аламыз деп ойлаймын. Себебі командада өте мықты ойыншылар бар, деді Рангник. Мақұл, не болса да алдағы ойындарын күтейік. Ральф Рангникке тек сәттілік тілейміз жаңа жұмысында. Манчестер Юнайтед Ральф Рангникті тегін бекерден бекер шақырған жоқ. Көрегенділігін біліп шақырды. Ральф командаға не керек? Қандай ойыншы керек? Көре білетін адам дейді. Қазіргі таңда көп ақшаға ойыншы алу модада емес, керісінше арзанға немесе тегін алуға тырысады. Ал арзанға немесе тегін ал түкке жарамай қалса, ол да жаман. Клуб құрдан құр айлық төлейді. Сондықтан Рангник Реалдың 2 ойыншысына көз тіккен екен, ол Иско. Осы маусымда келісім шарты бітеді Реал мен Исконың. Бұл трансфер маған өте ұнады. Егер орындалса, Иско ақылды ойыншы. Бірақ Искоға қызығып жүрген Арсеналда бар. Және Манчестер Юнайтед Модричті қосу керек қатарымызға деп отыр. Модрич супер опытный ойыншы, күш бере алады. Бірақ Модричті Гвардиоланың өзі шақырып отыр командасына.
Меніңше Искоға Арсенал, Модричке Сити келетін сияқты. Осы екі ойыншыны Манчестер Юнайтед алады ма? Ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып кетіңіз. Бүгінге осы, назарларыңызға үлкен рахмет.